Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Сіздермен бүгін Абдулла Розбакиев атындағы орта мектебіне саяхаттап келіп отырмыз. Бүгінгі сұхбатымызды мектеп директоры Суджата Мамарузиевнадан алатын боламыз. Саламатсыз ба? Кіруге рұқсат па, Суджата Мамарузи қызы? Ұстаз ұлы тұлға дегендей, ұстаз мамандығын таңдауға не себеп болды? Енді мен бала кезімнен бастап осы көршіміз біздің Валя деген бір мұғаліміміз болған. Сол мұғалімді еліктеп, соған қызығып, соны армандаушы едім. Сол сияқты мұғалім болсам деп. Сол арманыма енді жеттім деп ойлаймын. Келесі сұрағымыз, еңбек жолыңызды қай жылы бастадыңыз? Мен еңбек жолымды 1986 жылы өзімнің туылып өскен ауылым Үлкен Диханнан бастадым. Келесі сұрағымыз, ең бірінші өткен сабағыңыз есіңізде ме? Сол кезде қандай сезімде болдыңыз? Енді есімде, себебі мен Панфилов педучилищесін бітіріп келгем, онда бастауыш сыныптың мұғалім болатынмын. Бірақ маған келгенде сол жердегі мектеп директоры орыс тілінен мұғалім жетіспейді, сен орыс тілі пәннің мұғалім боласың ба дегенде, мен оны бірден келісе салғам, жарайды деп. Сол кезде маған 5-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дейін сыныптарды берген болатын. Сонда менің алғашқы сабағым 7-ші сыныпта орыс тілі пәні болған. Енді сонда мен соған дейін қорықпай кіргем сабаққа, бірақ сабаққа кіріп, бірден оқушыларды көріп, енді мен кішкене не қылдым десем де болады, маған бір қорқыныш сезім болды. Мен деген бастауыш сыныптың мұғалімін, мен неге орыс тілді пәні мұғалім болып, осыны иә дедім деп, сондай ойлармен кіріп, оқушыларға қарап, біраз шынымды айтсам, менде бір сенімсіздік пайда болды. Бірақ постепенно сабақты бере жатқан кезде, ары қарай оқушылардың жауаптары, өзім дайындалып келген едім, соларға қарап кішкене үрейім басылды деп ойлаймын. Рахмет. Сұрағымыз, бастапқы еңбек жолыңызда қандай қиындықтар туды? Енді менді бастапқы кезеңде мен орыс тілінен сабақ бергендіктен, маған енді кішкене қиындық туғызғаны сабақ жоспары. Сабақ жоспарын жазуда енді кішкене қиындықтар болды. Мақсат қоюда кішкене қиналдым сол кездерде. Сол жерде біздің бағанағы Валя Валентина деген апайымыздың көмегімен мен оны өкіріп кеттім кейін. Сабақ жоспарын жазуды үйреніп, сол кісіден үйрендім деп айтамын. Рахмет. Мектеп директоры болып қай жылы тағайындалдыңыз? Және сол кездегі сезімдеріңізбен бөлісіп өтсеңіз? Мен әлі есімде 2008 жылы мен әдістемелік зауыш болып жұмыс жасап жатқанмын. Сол кезде сол кездегі бұрынғы біздің директорымыз Парзана Ахметовна басқа мектепке ауысуына байланысты маған мектептің үлкен ұстаздары кіріпті. Суджата, Парзана Ахметовна басқа мектепке кетіп бара жатыр, соның орнына сен директор болсаңшы деп маған ұсыныс жасады. Ал мен осы күнге дейін осындай директор болам ғой деген менің ойымда болмаған. Маған ол бірден не болды, мен бола алмаймын, кешіріңіздер, мен осы жұмысым маған ұнайды деп мен оларға келіспеушілік білдірдім. Бірақ артынан осы мектебіміздің үлкен ұстаздары, Гүлсімханада бар, Құдайберді ағамыз бар, Аят тәте, Туран тәтелер бәрі осы кісілер бірігіп ауданға барып, аудан әкімінен мені осы мектепке директор болсын деген ұсыныстарын айтып келді. Сонда 2008 жылы апрель айы болатын. Сол апрельден бастап мен осы лауазымдықта отырмын. Енді бұл директорлық болған алғашқы, енді мен үшін ол бірден болды, потому что менің ойымнан болмағаннан кейін, ол, конечно, мен үшін бір басқа дүниеде болды да, мен біріншіден сенімсіздік болды менде. Мен осы директорлық жұмысты атқарып кете алам ба? Маған осындай коллектив сенім білдіріп жатыр, мен солардың сенімін ақтай алам ба деген сияқты менде кішкене сенімсіздіктер болды. Алайда менің сол өзімнің тиянақты жұмысыммен, жүйелі жұмыс жасауымның арқасында енді мен біраз қиындықтарға кездесем де, соны жеңе алдым деп ойлаймын.
Рахмет сізге. Рұқсат етсеңіз, тағы бір сұрақ қойсақ. Ұстаз жолында және директор болғаннан бастап жеткен жетістіктеріңіз жайлы айтып берсеңіз. Рахмет. Енді менің осы ұстаздық жолымда енді көптеген жетістіктерге жеттім деп айта аламын. Менің ең алғашқы жетістіктерім бірі облыстық әкімнің құрмет грамотасы деп ойлаймын. Одан кейін барып Қазақстан ғылым және білім министрлігінің құрмет грамоталарына ие болдым. Аудандық әкімдіктің құрмет грамоталары, және де мен өзім педагогикалық байқауға және педагогикалық оқуға қатысып, облыстық сол жерден 3-ші орын алдым, соған алғыс хат алдым. Одан кейін барып табысты көшбасшы конкурсына қатысып, алғыс хатпен жариялады мені. Және де осы бізді 9 айлық курстан оқып келгеннен кейін, мен сол жылдан бастап мектепте кітапқа қарап ойыңды түзе жобасы бойынша жұмыс атқарғам. Сол бойынша Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұйымдастырылған конкурсына қатысып, 100 ән 100 кітап бойынша жүлделі 3-ші орынға ие болдым. Сондай-ақ мектебіміз біздің 2019 жылы үздік ауыл мектебі байқауына қатысып, бұл жерде кәсіби ізденіс шеберліктің бастауы деген номинациямен марапатталды. Одан кейін барып біз осы облыс көлемінде осы қашықтан оқудан кейін олқылықтарды жою мақсатында мен облыс көлемінде осы облыс көлеміндегі мектеп директорларымен тәжірибе бөлістім. Сол тәжірибе бөліскенім үшін облыстық метод кабинетінің алғыс хатымен марапатталдым. Сондай-ақ осы кітапқа қарап ойыңды түзе жобасымен облыстық мектеп директорларымен тәжірибе бөлісіп, тәжірибе алмастым. Және де осы білім басқармасының 2019 жылы және 2017 жылдары құрмет грамотасымен марапатталдым. Және де менің биылғы бір жақсы жетістігімнің несі білім беру ісінің үздік қызметкері деген төс белгімен марапатталғаным мен үшін бір қуанышты деп есептеймін. Менің жасаған жемістерім, еңбектерімнің жемісі деп ойлаймын осы. Рахмет. Бар сұрағымыз бар еді. Ұстаз ретінде ұстанымыңызды айтып өтсеңіз. Енді әрбір ұстаздың ұстанымы бар, әрбір ұстаз оны өзі жақсы біледі, және де сол ұстаным бойынша жұмыс жүргізеді деп ойлаймын. Ал менің ұстанымым әрбір бала шамшырақ. Сол шамшырақты жаға білген ұстаз ұтымды деген ұстанымды алға қоямын. Және сол ұстаным бойынша жұмыс жасаймын. Көп рахмет сізге, Суджата Мәмәрөзекқызы. Енді соңғы сұрағымыз, бүгінгі біздің сұхбатымыздың қазір мұғалім мамандығын таңдаған студенттерге және жас мамандарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Рахмет. Енді мен біріншіден осы оқушыларға 11-ін бітіріп жатқан, или болмаса ұстаздық кәсібін таңдаған студенттерге немесе осы мектеп қабырғасында істеп жатқан жас ұстаздарға айтқан болар едім. Біріншіден өз кәсібін шын жүректен сүйу, жақсы көру. Сонда ғана сол мамандықты жақсы көргенде ғана бір жұмыс болады деп ойлаймын. Және де ізденісте жүру, өмір бойы білім алу деген қағидасын ұстағанды мен өзім жақсы көремін. Өмір бойы мысалға бір жетістікке жетіп, сонымен тоқтап қалу емес. Бір жетістікке жетсең, уже екіншісіге ұмтылу, әрқашан алға ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасау, өмір бойы іздену, білім алу. Или болмаса, бір сөзбен айтқанда, мысалға мен бір жақсы сөзім бар еді осы, бүгінгі қоғамды ертең алға сүйрейтін озық ойлы адам тәрбиелеуші, өз уақытын аямай, өзгенің бақытын аялайтын ұстаздардан болыңдар деп айтқым келеді. Рахмет сізге, Суджата Мәмәрөзекқызы. Сізге бұдан да үлкен жетістіктерге жетуіңізді тілейміз. Сұхбат бергеніңіз үшін
келіскеніңіз үшін көп рахмет сізге. Сау саламат болыңыз. Рахмет. Саған да творчестволық табыс тілеймін. Рахмет. Сонымен қатар Суджата Мәмәрөзе қызы мектеп ұжымын бір тұтас отбасы етіп басқарып отырғанына 38 жыл болыпты. Осындай ұстаздарымызға 1001 рахмет. Бар бағала, ғаламда